Бүгінгі шеберлік классымыздың тақырыбы шаңғы дайындығы классикалық жүріс әдісінің жетелегіш еліктеу жаттығулары. Шеберлік классымыздың мақсаты шаңғы жаттығуларының негіздерін үйрету тиімділігін арттыру үшін еліктеуіш және арнайы жетелегіш жаттығулар кешенін меңгеру, қозғалысты үйлестіру, тепе-теңдік, төзімділік қасиеттерін арттыру. Бүгінгі біздің қарастырып отырған шаңғы әдісінің екі жүру түрі бар. Біріншісі коньки әдісі болса, екіншісі классикалық әдіс. Классикалық әдістің өзі үш түрге бөлінеді. Біріншісі бірыңғай адымсыз қозғалыс, екіншісі бірыңғай бір адымды қозғалыс және де үшіншісі алма-кезек екі адымды қозғалыс. Шаңғы тебу әдісін меңгеру үшін арнайы жетелегіш жаттығуларды орындаған абзал. Сонымен қатар техниканы жақсарту мақсатында еліктегіш жаттығуларды бірге орындау қажет. Еліктегіш жаттығулар екі топтан құралады. Бірі қозғалыста орындалса, екіншісі орында іске асырылады. Қазір сіздерге аталмыш жаттығуларды орындауды назарларыңызға ұсынылады. Шаңғы тебу әдістерінің техникасын жақсарту мақсатында орында тұрып жетелегіш еліктеуіш жаттығуларды орындаған абзал. Шаңғы тебу техникасын жақсарту мақсатында және де қол бұлшық еттерінің күшін арттыру жолында резеңке спандырларды қолданылған абзал. Және де шаңғы тебу кезіндегі жіберілетін көптеген қателіктердің бірі болып, таяқпен итерілу кезіндегі дененің жеткіліксіз еңкеймеуі, аяқ пен қолдың үйлесімді жұмыс атқармауы және де екі шаңғының бір уақытта бірге қозғалуы болып есептелінеді.